Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ағымдағы жылы президенттік жастар кадр резервінің екінші легін қалыптастыру жоспарлануда. Нәтижесінде 50 жас іріктелінетін болады. 2019 жылы басталған жобаның биылғы талаптары өзгерек, яғни 35 жастан аспаған, жоғары білімі және кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар мемлекеттік тілді орташа деңгейде білетін еліміздің әрбір азаматы қатыса алады. Құжаттарды қабылдау 1 қыркүйектен басталады. 2019 жылы алғашқы іріктеу өткен. Сол кезде резервке 300 адам іріктелінген. Сол бүгінгі таңда 300 адамдан 60% жұмысқа орналасқан. Ал енді осы алғашқы тәжірибе оңынан шыққандықтан, мінекей ары қарай жұмыс жалғасуда, мінекей жүйелі түрінде жаңа іріктеу жарияланып отыр. Бұл жолы 50 үміткердің арасынан 50 адамды жоспарлау бойынша сол резервке іріктеу жоспарланып отыр. Негізінен резервте болу мерзімі бұған дейін 5 жыл деп белгіленсе, биыл 3 жылды құрап отыр. Мамандардың айтуынша резервке қабылдау мемлекеттік лауазымға тағайындауға кепілдік бермейді. Сонымен қатар іріктеуден өту үшін бірнеше жүйелі кезеңдерден өтуге тура келеді. Жалпы жобаға қатысу жолдары мен бағыттары туралы арнайы сайтта іске қосылып, бүгінде жұмыс жасап отыр. Биылғы жастар президенттік кадр резервіне іріктеудің жаңашылдығы бірі үміткерлерге мемлекетті білу деңгейін растайтын құжат талап етіледі. Үміткерлерге мемлекеттік тілді білуді растайтын қазтест немесе қазақ ресми тест сертификаттарын болуы қажет. Қазтест офлайн форматта өтуі қажет болса, қазақ ресми тест үміткерлер өздеріне ыңғайлы уақытта онлайн тапсыра алады. Ол үшін веб-камерасы, микрофоны және интернеті бар компьютер болуы қажет. Сондай президенттік жастар кадр резервіне іріктеуге қатысатын үміткерлер үшін 13-15 қыркүйек аралығында қазақ ресми тестке дайындық курстары ұйымдастырылады академияның базасында. Тегін онлайн курс сағат 19:00-ден 21:00 аралығында YouTube арнасында өткізіледі академияның. Ақылы курстар сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін Teams платформасында өтеді. Бұл кезеңдерге алдын ала тіркелу қажет болады. Президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу тәртібі бойынша құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін және үміткерлер талаптарға сәйкес болған жағдайда іріктеу кезеңдеріне жіберіледі. Яғни бірінші кезең күрделі сандық және мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау. Бұл кезең кандидаттардың күрделі мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін анықтауға мүмкіндік беретін тестілеудің 2 жеке блогынан және нәтижелерін верификациялаудан тұрады. Талаптарға сәйкес келетін барлық кандидаттар мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалаудан өтеді.